Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қараша айына арналған жұлдыз жорамалдың екінші бөліммен танысатын боламыз. Таразы. Бұл ай сіз үшін алуан түрлі. Бірінші апта мансап пен амбициялар туралы. Сіз мақсаттарыңызға жетуге көмектесетін өзгерістер енгізуге бел буасыз. Айдың екінші аптасы қарым-қатынасқа қатысты. Бұл жаңа байланыстар әкелуі немесе бұрыннан барларын нығайтуы мүмкін. Үшінші апта қаржы немесе бюджет туралы қорытындылау және болашаққа мақсат қою үшін ең жақсы уақыт. Төртінші шығармашылық және өзін-өзі көрсету туралы. Саршаян. Саршаяндар үшін қараша айы эмоционалды уақыт. Тәуекелге барыңыз, бірақ оны ақылмен жасаңыз. Бір мезгілде құмарлық пен романтика бұл сіз туралы. Өзіңіздің талантыңыз бен көрегендігіңіз бен басқаларды таң қалдыруға мүмкіндік болады. Мансаптық өсу үшін көптеген мүмкіндіктер болады. Жағымды, күтпеген ұсыныстармен бірге батылдық болады. Тиісті инвестиция салынған жағдайда қаржы жағынан бәрі жақсы болады. Мерген. Қараша айы мергендер үшін өзін-өзі тану және түсіну кезеңі болып табылады. Сіз басқалармен шиеленісті қарым-қатынаста болуыңыз мүмкін. Өйткені сіз тәуелсіздік танытасыз және сонымен бірге үйлесімділікке ұмтыласыз. Қараша айында қаржы басты назарда болуы мүмкін. Тәуекелге бармас бұрын бәрін бірнеше рет талдау керек. Бұл уақытта сіз эмоционалдырақ болуыңыз мүмкін. Өзіңізді және сезіміңізді түсіну маңызды. Сізді алға жетелейтін және дамуыңызды не тежейтінін міндетті түрде талдаңыз. Тауешкі. Қараша айында сізді керемет жаңалық күтеді. Сіз өзіңіздің ұйымдастырушылық дағдыларыңызды табысқа жету үшін пайдалана аласыз. Айдың басынан бастап сізді үлкен қуат пен шабыт күтеді. Бұл көптен бері жоспарда болған жобаларды іске қосу үшін тамаша уақыт. Сіз оларды жүзеге асыру үшін шығармашылық тәсіл таба аласыз. Бұл жағдайда нәтиже тез және оңай алынады. Ең өнімді уақыт екінші және үшінші апта. Сіз көбірек тапсырмаларды алып, оларды тиімдірек орындай аласыз. Бірақ оны жақсарту және өсуіңізді түсіну үшін өкілеттік беруді және айдың соңында жұмысыңызды талдауды үйрену маңызды. Су құйғыш. Қараша айы тыныш болады. Нәтижеге емес, процеске назар аудару маңызды. Бұл айда қарым-қатынастарға және олардағы көптен бері шешілмейтін мәселелерді шешуге назар аудару маңызды. Мысалы, ымыраға келу, қабылдау және жүзеге асыру сіздің қарым-қатынасыңызды нығайтуға көмектеседі. Егжей-тегжейлі мұқият болу мансабыңызда маңызды болады. Жүйелілік пен ұқыптылық денсаулық мәселесінде сіздің көмекшілеріңіз. Дене мен ойды үйлестіру керек. Балықтар. Қараша айы өзгерту және ойлау мен жұмыс істеу үшін маңызды ай. Көңіл көтеру сезімі болады. Сіз әртүрлі бағытта тартылып, аралас эмоциялар тудыруы мүмкін. Бұл сезімдерді қадағалау және талдау маңызды. Айдың ортасы жаңа мақсаттар қойып, оған жету үшін жоспар құру ең қолайлы уақыт. Қараша айының соңына қарай эмоционалдық толқулар басылып, қалыпты жағдайға оралады. Қараша айында болатын оқиғадан дұрыс қорытынды жасаңыз және болашаққа жағымды тәжірибе алыңыз. Міне достар, қараша айына арналған жұлдыз жорамалым осымен тамам. Егер де сіз ай сайынғы жұлдыз жорамалды білгіңіз келсе, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыз. Сонда сіз каналға видео жүктелген кезде бірінші болып көру мүмкіндігін аласыз. Лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін
рахмет.